достар, міне 18 желтоқсан Астана жекпе-жек Жақсылық Үшкемпіров атындағы керемет спорт сарайы. Бұл жерде финал. Қандай атмосфера, қандай керемет шоу. Бұл Жетісу мен Атырау арасындағы финал. Ешкім шын айту керек, бұл командаларды финалда көреміз деп ойлаған емес, бірақ бұл волейбол. Сол себептен бүгін өте керемет ойын болады. Қай команда ұтса да лайықты, ал біз бүгінгі финалдың атмосферасын сіздерге ұсынатын боламыз. Inside волейбол Бішкекті Твулок. Волейболдың осындай деңгейде ұйымдастырылмағанына қанша жыл болды, қанша ғасыр өтті. Тамаша волейбол мейрамы, тойы, қараш қаншама халық жиналып отыр. Кәдімгі бір сектор толықтай толды. Комментаторлар тікелей аренадан жүргізіп жатыр. Біздің аңсағанымыз, айтқымыз келген осы еді ғой негізі. Осы күнге жеттік. Ол тоқта қалмау керек, ары қарай жалғаса беру керек. Ал финалда кім жеңсе де Қазақстан волейболы жеңді осы кубокта. Енді Атыраудың жүріп келген жолы қиынырақ. Анандай бір андердокқа жанкүйер болғым келіп тұрады ғой. Енді Жетісу өзіміздің балаларды ойнап жатыр. Бірақ Атырау жеңсе қазақ волейболында бір тағда бір революция болатын секілді. Өйткені мына жерде жайықты чемпиондарды жеңді және қағаз жүзінде қазір фаворит Жетісуды жеңетін болса, онда қызығырақ болады. Бірақ Жетісу жеңсе де, білмеймін шын айтамын, бұл жерде екі командаға да жанкүйер болғым келмейді, бірақ ойынды толықтай көреміз. Қараңыздар. Козлов! Бірінші кезеңде Жетісу біріншіден допты ойынға жақсы қосты. Сосын Ерікжан Бөкен мен Дамир Акимовтың ойынын сұрапыл болды. Ерікжан доп түсірмеді, Дамир Акимов блокта кез келген допты іліп алды. Енді қалған жігіттер де өте таза ойнады. Соның есебіне Жетісу бірінші партияны өзінің пайдасына шешті. Атырауда көп жігіттерде бірінші финал болғандықтан бір қобалжу бар сияқты. Мен ойымша жиналып бір екінші, үшінші партияларда жиналып жақсы қарсылық білдіреді деп ойлаймын. Жетісу және Атырау арасындағы ойын финал, екінші кезең аяқталды, есеп теңесті 1-1. Енді екеуі де кеше аутсайдер болған жартылай финалда, бірақ фаворит командаларды жеңіп кетіп шығып отыр. Финалда қазір 50-50 отыр негізі. Жеңіске жету мүмкіндігі 50-50. Бір ғана қателік, бір-екі қателік шешіп кетеді ау бұл матчтың тағдырын. Өте қызық өтуде, атмосфера керемет, адамдар көп, өзім шоке отыр. Масқара ойын болып жатыр. Керемет атмосфера, халық тамаша қолдауда. Екі команданы да міне осы жұмыскерлері де көрсетіп кетейік. Онда маңызды үшінші партия. Кім чемпион болады? Құрметті көрермендер, үшінші партия аяқталды. 25-23 есебімен Жетісу соңғы ойын сәттерінде жеңісті жұлып алды да есепте алдыға шықты. Финалда 2-1, әлі Атырауда мүмкіндік бар.
Өткені жұп сеттерді олар қос ойында ұтуда. Көрейік 4 сетте не болады, егер су жеңіске жетсе, бұл Талдықорғандық ерлер волейбол тарихындағы алғашқы трофей болмақ. Командасы 22-де 20 есебімен алдыда. Мүмкін қазір бірер минуттан кейін Қазақстан кубогының жаңа жеңімпазы белгілі болады. Көрейік. Қадірлі қонақтар, волейболдан ерлер командалар арасында өткен Қазақстан Республикасы кубогының жабылу рәсіміне қош келдіңіздер. Мәди Төкешұлы Такиев. Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Руслан Бақыттыұлы Есеналин. Астана қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысы Василий Алексеевич Левит. Борис Кемпа, лучший игрок команды «Жайық» в Кубке Казахстана. Козлов Дмитрий, Атырау командасы. Финалдық кезеңінің үздік ойыншысы Шпалев Никита, Жетісу командасы. Қарсы алыңыздар. Виталий Рюхов Клим, Алексеев Никита, Окунев Сергей, Адельбеков Айдын, Кадирханов Нодирхан, Ковальчук Владимир, Кемпа Борис, Салахьянов Самгат. Жұмабек
Ербаев Азат. Құрметті достар, осымен Қазақстан Кубогы Астана қаласында өз мәресіне жетті. Жетісу командасы бірінші орын, Атырау командасы екінші орын, Жайып үшінші орын алды. Керемет атмосфера, міне керемет терафлекстің барлығын жинап жатыр. Өйткені ертең бұл жер бос болу керек, өз қалпына қайтадан келтірілу керек. Сол себептен енді бұндай жарысқа федерацияға мыналық айтамыз, жақсылығын айт дейді ғой. Керемет деңгейде өткізілген мейрам, керемет деңгейде өткізілген кубок. Қазақстан волейболы жасасын.